Сәлем достар, біз бүгін домашний фри жасайтын боламыз. Оған тек қана бізге картошка керек болады. Алдымен картошканы тазартамыз. Содан соң оны осындай бөліктерге бөлеміз. Содан кейін оны бөлек ыдысқа салып, дұрыстап қайтадан жуамыз. Содан соң оны кептіруге осылай қағаздың үстіне қоямыз. Суын сіңірту үшін. Осылай жинап аламыз. Бұған бізге паприка, қара бұрыш, тұз, және бір жұмыртқа қосатын боламыз. Содан соң осының барлығын дұрыстап араластырамыз. Содан соң азғантайдан ұн қосатын боламыз. Содан соң осының барлығын сұйық майға пісіретін боламыз. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Мінекей енді біздің домашний фриіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.